Мұқағали Мақатаевтың жары Лашын Әзімжанованың естелігінен. Мәңгілік сырласым. Мен Мұқағали туралы жазуды көптен-ақ ойлап жүрсем де, бірақ батылым жетпеген. Қалай жазу, неден бастау керек екендігі маған жұмбақтау болды. Мұның бәрі бұрын-соңды жазып төселмегендіктің әсері болар. 1949 жылдың наурызында кейбір қиындықтарға қарамастан екеуміз үй болып шаңырақ көтердік. Мен қазір сол кезде Мұқағалидың тәуекелге бел байлаған азаматтығына, ақылына тәнті болам. Бұл өте ауыр жылдар, жоқшылық жылдары, сарғайған сағыныш жылдар еді ғой. Алғашқы үйленген жылдары біздің ауылда Шибутта тұрдық. Екеуміздің де әдебиетке жақын болғандығымыздың, қасиетті ана тілімізді жақсы түсіне білгеніміздің бір-бірімізді түсінуге үлкен көмегі болды деп санаймын. Қолымызда әжеміз Тиын, енем Нағиман, екі қайным Тоқтарбай, Көрпеш бар. Соғыс жылдарында, қиыншылық жылдарда отбасының қамымен апамыз колхоз басшылары қайда жұмсаса, сонда барып тау-таста қаңғып жүріп қой баққан, сиырда сауған, егінде жинаған, әйтеуір көрмеген бейнеті жоқ. Мұқағалидың болашағы, ақындық арманына қол жеткізу үшін 1962 жылы жазда түк дайындығымыз болмаса да Алматыға көшіп келдік. Алматыға келген соң 7-ші линияда пәтер жалдап тұрдық. Үй деген аты ғана. Апамыз, 4 баламыз, екеуміз, барлығы 7 адамбыз. Қысылып қымтырылып, азаптанып 2 жылдан аса сонда тұрдық. Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көрерсің демекші. Құдайдың біздің шаңыраққа әсерлеген қасиеті де бар екен. 1962 жылы қазанның аяғында 11 жарым жаста 6 класс оқып жүрген қызым Майгүл жол апатынан қайтыс болды. Көп кешікпей, социалистік Қазақстан газетінде істеп жүрген Мұқағалиді жұмыстан босатты. Партиялық жарнаны уақытында төлемедім деп партиядан шығарды. Бас ауырса, барша дене сыздайды дегендей, Мұқағалиға тиген сонау тоқыраудың тоқпақтары, қызымыздың өлімі бізді қатты есеңгіретті. Ес жия алмай қалдық. Ақын жаны айрықша нәзік, өте сезімтал ғой. Мұқанды уайымға жібермей, қаумалап қайрат беруге тырыстық. Мұқағалидың әр қалай мінезі бар еді. Соның ішінде әпенділік қылықтарды кездесіп қалады. Бір күні жаз айының бір кешінде Мұқағали үйге келді де, шешініп, жуынып жатып қалды. Біраз уақыт өткен соң тамақ жасап, ол да балалармен асын ішсін деп жатын бөлмеге кірсем, ол ояу жатыр екен. Әй Лашын, бері кел бері деді шыдамай. Иә, мен өзім де келіп тұрмын, не айтпақшы едің? Қолыңа қағаз қалам ал, сөйтте жаз, ертең кеш болады. Бол, бұл қағаз өз атыңнан түйгенің, менікі емес деді. Қағаз алуға да мүмкіндік бермей асықтырды. Үстелдің үстінде қалам және кішкентай балдырғандарға арналған үлкен сурет кітапша жатыр екен. Соның таза бетін ыңғайладым да: ал, не жаз дейсің, мен дайынмын дедім. Алдымен бүгінгі күнді, айды, жылды қағазға түсір. Жаз, мен А десем А деп жаз, Б десем Б деп жаз деп сөзін ары қарай сабақтады. Мен Лашын Әзімжанқызы, Мұқағали Мақатаевтың заңды әйелі. Некеміз қиылған. 1949 жылдың 30 наурызында қосылғанбыз. Бірімізді біріміз сүйіп қосылдық. Ешкімнің жең ұшын, жылуын керек еткеміз жоқ. Менің ерім Мұқағали Мақатаев адамдығы да, ақымақтығы да мол кісі еді. Оның бәрін Құдай алдында кешіремін. Ей жаңадан қосылған жарықтарым, біріңе бірің тіл тигізу бақытсыздықтың басы. Сол үшін біріңді бірің алдама. Алдасаң, бәрібір көзіңе көрінеді. Өмірінде анау сезбейді деп бірден ести көрме, ол бәрібір ашылады. Кешегі өткен ер Мұқағалидың ақымақтығын бір поезд тартып жүре алмайтын. Дархандығы сонша, қалтасына 2 сом түссе арақ сатып алсам бекен, ат сатып алсам бекен деп бүкіл Алматыны сүзіп шығатын. Қалтасындағы 2 сом екеніне жұмысы болмайтын бейбақтың. Арамдығы жоқ, ақымақтығы сондай, өзі ішіп жүрген арақтың да бағасын білмей бұл дүниеден өтті. Әлгі біздің үйдегі балалардың әкесі. Заманында арманына жетпеген кісі еді. Әй, бір есек хайуан еді. Хайуандығы сондай, өзін өзі сыйламай өтті. Оның ауырмайтын жері жоқ. 10 түрлі ауруы болушы еді байқұстың деп
сөзін аяқтады да, осыны бір жерге тығып қой деді. Мен бұл қағазды өзінің жазу үстелінің тартпасына салып қойып, төсекке қарасам, сол екі ортада ұйықтап кетіпті. Осы қағазда 1973 жылы 28 сәуірде жаздырған екен марқұм. Өстіп жүріп, дүниеден кетеді деп кім ойлаған? Сол кезде ойында бір күдіктің болғаны анық. Ол 1970 жылы жазда қатты ауырды. Ауырса да, жазушылар одағына жұмысқа барып жүрді. Жұмекен Нәжмеденов екеуі бірге істейді. Жұмекеннен бірде, Мұқағали қатты ауырып жүр, онда жұмыста қалай шыдап отырады деп сұрадым. Жұмекен, кешке дейін отырады, ешкіммен сөйлеспейді, өзімен өзі деді. Үйде де көп үндемейді. Апамыз ауылдан келген. Мұқағали жұмыстан келген соң тамаққа да қарамайды, ештеңе жазбайды, оқымайды да, сондай бір үндеместік шаққа көшкендей. Өзім үй ішіне білдірмесем де, іштей қатты қорқып жүрдім. Сол күні Мұқаң ерте жатып қалған еді. Балаларға тамақ беріп, жатқызып, жатын бөлмеге кірсем, ол ұйықтап жатыр екен. Ананы мынаны ойлап ұйқым келмеді. Түннің жарымы болды ау деймін. Бір уақытта ол айғайлап шошып оянды. Мен де ұшып тұрып, жарықты жағып жібердім. Өзі сұп-сұр, терлеп кеткен. Ояна салып, шошығанын біліп ая тоқып кетті. Жарық жанған соң, балалармен бірге жатқан апам да келді. Не болды, неге шошып ояндың деп, екеуміз екі жақтан сұрап жатырмыз. Шөлдеп қалды ма деп, ашыған көже әкеп бердім. Соны ішті де, біраз отырып, қатты ұйықтап кетіппін. Жаныма аққа оранған біреу келді де, балаларыңның біреуін құрбандыққа бер, оларды қимасаң өзің жүр деп сілкілеп жатыр. Содан шошып ояндым нақа, қорқып тұрмын деді өңі қашып. Ары қарай не істерін білмеген, дағдарған қалпымен мелшиіп отырып қалды. Бәріміз де осы түстен шошып, үрпиісіп болдық та қалдық. Сөйлерге дәрмен жоқ. Өмірде жоқшылықтың неше түрін көрген апам байқұс, көңілі өте бос адам. Сабыр ет Мұқағалиым, Мұқашым, балаларың жас қой, құрбандық десе мен ақ барайын, жасың келді ғой қарағым. Сенің де, балаларыңның да садағасы болсам арманым жоқ, деп жылап жіберді. Мен де жыладым. Мұқаң да өзін өзі тоқтата алмай босап кетті. Біраздан кейін есін жиып, ниетіміз қабыл болғай, біз Тәңірінің құлымыз ғой, жаратқанның жақсылығы көп, төсегіңе бар, демал нақа деді де төсегіне жантайды. Аздан соң апамыз да балалардың қасына кетті. Өстіп ауырып жүрген кезінің бірінде маған, қағаз алда айтқанымды жазып қой, менің қалам ұстауға хәлім жоқ деді. Мен дайындалып жанына кеп отырдым. Оңға қара, солға қара бәрібір, бұл фәнидің, жын фәнидің бәрі кір, мүлде жаңа жан жағың, жақсылығын таңдағың, жамандығын алмағың, ғылымда бар, дінде бар, қоқыста бар, гүлде бар, адам ата өлмесін, ақыр заман келмесін, қол қусырып Құдайға, ғылым мен дін бірге бар, деп өлең шумақтарын төгіп жіберді. Мен жазуға әрең үлгердім. Осы өлеңдерді менің дәптерлеріме араластырмай, басқа бір жерге мұқият тығып қой деді. Кейініректе оны өзі қайта жазды. Мұқағали 1974-75 жылдары жиі ауырып, емханаға түсіп жүрді. Емде орнында жатса да, сәл айыға бастаса, қолына қаламын алып, өлең жазуға кірісіп кетеді. Сондай кездерде 6, 7, кейде 8 өлеңде жазып қоятын. Өлеңді аурулар тынышталып, ұйқыға кеткен соң асханаға барып жазам. Менің кабинетім аурулардың асханасы дейді. Өзіңді өзің күштей бермесеңші, демал, алдымен науқасыңнан аяқ, өлең қайда қашар дейсің деймін емханаға барған сайын. Мен өлең жазумен, өлең оқумен ауруымды емдеймін. Өлеңге кіріскенде барлық ауруды ұмытқандай болам. Құдайым қолыма қалам ұстауға шамамды келтірсе, өлең өз-өзінен нөсерлеп, төгіліп жатады дейтін. Мүмкін өмірінің қысқарып келе жатқанын, әр сағаты есепте екенін білгенде болар. Мұқағали дағы бірде емханаға 1975 жылдың аяғында қыста түсті. Үлкен баламыз Жұлдыз екеуміз жұмыстан кейін тамақ алып емханаға бардық. Жұлдыз КазМУ-дың заң факультетін бітіріп, Гурьевке жіберілген. Әкесі ауру болған соң, ол жұмысынан сұранып келіпті. Мұқағали жүдеу, нардай жігіт арықтап, шүйкедей боп,
азып бара жатқан сықылды. Көздерінің еті сарғыш тартып, күңірейе түскен. Сондай жүдеу жүзіне көзім түсіп, қалай күрсініп жібергенімді білмей қалдым. Халі ауыр адамның алдында бұл қылығымның оны қандай күйге түсірері де белгілі. Дереу сөзге айналдырған болдым. Мұқаң да сезіп қалса керек, дереу Жұлдызбен сөйлесіп кетті. Енді келіп қалыпсың. Келгенің дұрыс болды. Гурьевке бармай-ақ қой. Осыннан да бір жұмыс табармыз. Өзің ештеңе ойлама деп баласының басынан сипады. Сонан қоштасып, түнде үйге қайттық. Ертесіне кешке таман Жұлдыз екеуміз Мұқаңа тағы келдік. Кешегіден сәл көңілділеу екен. Үстел үстінде өлең жазған дәптері ашық жатыр. Сол беттен күрсінбеші деген өлеңнің шет жағасын көріп қалдым. Осы өлеңді оқып, мені қалай шебер суреттегеніне таңдандым. Өлеңін оқып отырғанда төбем көкке жетті. Таңдап қосылған жарым, осындай өзіме арнап өлең жазған үшін, еңбегімді бағалаған үшін, айтар сөзін дәл тапқан үшін, мен бақыттымын ғой деген мақтаныш сезімге марқайдым. 1973 жылы Мұқағали Горький атындағы әдебиет институтында оқыды. Оны бітірмей, балаларын, Алматысын сағынып қайтып оралды. Кім біледі, өмірінің соңы тақалып келе жатқанын біліп, бір күнде болса, ата мекеннің отының басында болайын деді ме? Қайдам. Ол бұл өмірден ерте кететінін білетін. Оны кейбір өлеңдерінде де жазған ғой. Кейде мен 50 жылдық тойымды көре алмаймын. Балаларыңа бас бол, мені жоқтатпа. Сен өзің кеткенше азық болатын дүние жазып кеттім. Соған ие бол, қысылмассың. Өзіңе өзің мықты бол деп отыратын. Қойшы, кім ауырмайды, жаман ойлама. Әлі қатыңа мінесін деп қоям. Бірақ артынан сезіктеніп жүрем. Уақытысында айтқандарына мән бермеген екенмін. Бұл сөздер менің есімді тез жинатқызды. Мұқаңның айтқаны айдай келді. Міне, қазір жаққаны Мұқағалидың оты, намазым соның аты. Ауру бір жабысқан соң кетуі қиын екен. Мұқағали тағы ауырып, төсек тартып жатып қалған соң, дәрілерін бердім де Алмаға тапсырып жұмысқа кеттім. Үйде бір адам ауырса ештеңенің берекесі болмайды ғой. Кешке келсе Мұқағали ұйықтағандай кейіпте, көзін жұмып жатыр екен. Өңі боп-боз, жүрегім алай-түлей болып, ас әзірлейтін бөлмеге кірсем, Алмагүл боздап отыр. Папам тіпті нашарлап жатыр ғой, дәрігер шақыр. Ерні кеуіп әлсіреп қалды. Аздап сусын бердім, көп іше алмайды. Күндіз бір дәрі бергенімде, Алма, анау балконның бұрышында өрмекшінің торы бар екен. Соған өрмекші бір шыбынды қамап алып кешке дейін зарлатты. Көріп жатып одан әрі қиналдым. Сол торды құртшы деген соң, торды сыпырып тастадым деді. Алмагүл көз жасын сүртіп. Ақынның жаны не деген нәзік. Өзі әрең отырып, шыбынға жаны ашығанын қара деп ойлап отырмын. Алдымда ауыр қайғы күтіп тұрғандай, соны ойлап едім, денем дірілдеп кетті. Түнге қалса, сырқаты одан әрі ауырлайтынын білем. Не істерімді білмей, ой түбіне жете алмай отырып, Мұқағали өлеңіне бірінші сәт сапар тілеген Әбділда ағамыздан көмек сұрадым. Әбекең қалалық денсаулық бөлімінен телефон шалып, жағдайды айтыпты. Бір демде бір топ дәрігер машинамен жетіп келді. Мұқағалиді ептеп қарай бастады. Қан қысымын өлшеп, жүрегін тыңдап, уколын салып дәрісін берді. Ауруханаға жеткізбесе болмайды, үйде ауыр болады деген соң, Мұқаңды дереу киіндіріп, ауруханасына апардым. Дәрігерлер бірінен бірі естіп дереу жәрдемдесе бастады. Солардың арқасында, Әбекеңнің арқасында, Мұқаңның беті бері қарай бастады. 20 шақты күн емделіп, тәуір болып, емханадан шықты. Көп адамдар осындай жүдеп жүрген кезінде қол ұшын берудің орнына әйтеуір бір ләжін тауып, құздан құлатуға тырысты. Бірақ Мұқағалидың қазақ халқы аман болса, атаусыз қалмасы хақ. Мұқағали еңбегі, дарыны, таланты, ақындығы арқасында ешкімге кіріптарда болған жоқ. Ешкім оны құлата да алған жоқ. Қайта жыл өткен сайын әр қырынан жарқырай танылуда. Мұқағали жазушылар одағын өз жылы ұясындай, жығылса сүйейтін, қысылса көмектесетін алдыңғы ағасындай, кең тыныс алатын ақ ордасындай көрді. Бүгінге дейін сондай одақты сүйетіндерді білмеймін. Жазушылар одағы есіне түссе, одаққа барам деп жазып отырған дүниесін тоқтатып қойып, дереу жиналып шығып кететін. Өстіп, одағым, одағым деп өтті өмірден. Мұқағали кірпігі әрең қимылдап, ауруханада ақырғы сағаттарын күтіп жатты. Әбден арыған, сөйлеуге шамасы жоқ. Сол қалпымен жатып, ақырын күшін жинап, ақырғы рет тілге келді. Лашын,
такси әкел, одаққа барайық. Балаларым жас еді, бітпеген жұмыстарым бар еді деп сыбырлап, әрең-әрең айтып шықты. Міне қасірет, көзіме жаңа көрініп тұр. Көзім ештеңе көре алмайды. Жас сорғалауда. Мына сұмдықты, Мұқағалидың осындай халін көрген көзім ештеңе көрмей соқыр боп қалсашы деп тұрмын. Айтуға тілім жетпейді. Мұқаңның сөзін емдеуші дәрігерге айтып едім. Сіздің есіңіз дұрыс па? Мына халмен ауруды таксимен алып жүрмек екенсіз ғой. Онан да жақындарыңыз болса хабарлай беріңіз дегені. Жылы жүзімен дем береді деп сенген дәрігерім мына сөзімен жүрегіме қанжарды бір-ақ салғандай болды. Сүмірейіп, есім бірде бар, бірде жоқ. Үйге әрең жеттім. Ертесінде тілім мүлде жоқ боп қалды да, түн ауғанда қиналып жатып қайтыс болды. Мұқағалидың тілі бай, халық тілі еді ғой. Ол халқын қалай сүйсе, халқы да оны солай сүйді. Оған жырларына жазылып жатқан белгілі композиторларында, әуесқой композиторларында әсем әндері, қолына қалам алған ақындардың арнау өлеңдері, суретшілердің жасап жатқан бірінен бірі өтетін Мұқағали портреттері, тағы да басқа дүниелері бәрі куә. Олардың қай-қайсысы да халық сүйіспеншілігінің белгісі болса керек. Лауреаттықты жоғарғы топ мықтағалары қимаса да, ел жұрты ыстық ықыласына бөлеп, әлде қашан шын бағасын, зор құрметін беріп те қойған. Мұқаң халқына піріндей сенді. Сондықтан әрине суық қайғы көңілін халқын бірақ суытпайды. Егерде халық өзі ұмытпаса, бақыл бол, халқың сені ұмытпайды. Қайырымсыз қағаз ғилің бас ұрмайды, саған деген сағыныш басылмайды, табытыңды жасырса жер жасырар, ал уақыт өзіңді жасырмайды деп, тірі күнінде ол өзінің жан азасы толғауында алтын әріппен жазып кетті емес пе? Жалғанда күту деген қандай жаман деп, ақын өз өлеңінде айтып өткендей, күту барлық өміріме жазылған екен. Тіпті бірге жүргенде де, бірге өмір сүргенде де күттім, сарыла күттім. Сол үміт, сол күту 1976 жылы 27 наурызда шорт үзілді. Енді жаңаша күту басталды. Әрбір газеттен, әрбір журналдан, әрбір ақынның өлеңінен, радио даусынан, теледидар көрінісінен, ақын жазушылардың әңгімесінен Мұқағалиды іздейтін болдым. Есімінің айтылуын күттім.